Менің есімім Айдана Сайфуллаева. Мен бүгін Қазақстан Даму Банкінің атынан Қазақстан халқы тілдері күніне арналған ана тілім қазынам атты өлеңдер оқу челленджінде қатысып отырмын. Эстафетаны Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінен қабыл алдым. Бүгін сізге Жарас Сәрсек деген жазушының отан туралы өлеңін арнап оқып беремін. Отан дейді. Отан оның өз басы. Өз басына лайықты сөз басы. Бәлкім дұрыс, бәлкім бұрыс, білмеймін. Отан дейтін. Отан менің көз жасым. Отан сенің көз жасың. Сол жасынды жанарында тұндырғын, нұр дағылғын, жыр дағылғын, сыр қылғын. Көз шұқыған көп кешенін саусағын отан ағып түспеу үшін сындырғын. Бір 20 жыл, өтсін мейлі 100 ғасыр, отан жасым, жанарымда құрғасын. Кемсендете көрмендерші мен адам, демесендер, отан көзде мұздасын. Қу жүрегім қуысымда сыздасын, отан менің көз жасым. Не өтпеді менің ғазиз басымнан, қақырардай талай жерде ашынғам, жыламауға тиістедім. Өйткені жанарыма отанымды жасырғам. Ал енді эстафетаны келесі кезекті аграрлық несие корпорациясына беремін. Көп рахмет.